Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Шайға тез әрі оңай бар жоғы 10 минутта алатын бір нәрсе пісіргіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Видео бар заттардан дайындалады. Алдымен кішкене ыдысымызға жылы суымызды, 3 ас қасық майымызды және қантымызды, бір жұмыртқамызды салып, ванилин саламыз. Ванилин болмаса да болады, разрыхитель қосамыз. Кішкене сонымен ұн қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды жайып, қалаған формаңызда кессеңіз болады. Міне мен осылай кесіп шықтым. Енді формасын өзіңіз білесіз, қалай кессеңіз де. Қалған тестадан мен круассан жегім кеп кетті де, круассан жасап жібердім. Тестасы өте жұмсақ болып шықты. Міне печеньелер осындай болып шықты. Үстіне сахарная пудра сепсеңіз болады. Өте әдемі, как магазинде сатылатын печеньелер сияқты. Өте дәмді, қытырлақ болып шықты. Жасап көріңіз, ерінбей. Круассандар міне осылай көтеріліп, әп-әдемі болып шықты. Бұның ішіне мен каракум, вечер деген сияқты шоколадтар болады ғой, батончик, сондайларды салып жасадым. Сіз де жасап көріңіз. Егер осы видеом сізге пайдалы болса, лайк басып кетіңіз.